Саламатсыздар ма балалар, каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп лайк басып комментарий жазыңыздар. 5-ші бөлім тарихи тұлғалар. 1-2 сабақ тарих қойнауында. Қандай тарихи тұлғаларды білесің? Олардың ел тарихындағы рөлі қандай? Мәтінді тыңдап, 1-ші тапсырма астарлы ойды анықта. Ахмет ханды білеміз. Әйгілі әз Жәнібектің немерелері арасынан Қасым ханның соңғы әйелінен туған кенжесі Қожа Ахмет хан ағасы Мамыш хан өлгеннен кейін Ембі мен Жайық арасындағы байлы руларының қолдауымен ақ киізге отырғызылып, осы өңірдің ханы болып жарияланды. Келесі 2-ші тапсырма. Тыңдалған мәтіннен ең қажетті ақпараттарды анықтап, сұрақтарға жауап бер. Елбасының бабаларын қалтқысыз қастерлеп білген халық балаларының болашағында қапысыз қамдай алмақ деген сөзін қалай түсіндірер едіңдер? Кімдерді ұлы тұлғалар дейміз? Ата-баба мұралар туралы не айтар едің? Біз үшін ең маңызды мұра деп нені бағалайсың? Бабалардың қастерлей білген халықтың баласы да бабаларын қастерлеп, болашағы жарқын болады. 2-ші күш атасы Қажымұқан, тұңғыш музыка зерттеуші Ахмет Жұбанов, халыққа аты кең тараған ақын Абай Құнанбаев, Алаш көсемі Әлихан Бөкейханов сияқты зиялыларды ұлы тұлғалар деп айта аламыз. Ата-баба мұралар деп жерімізді, елімізді, тілімізді, отанымызды айта аламыз. Біз де бұл мұраларда атадан балаға мұра етіп қалдыруымыз керек. Біз үшін ең маңызды мұра деп тіліміз, тәуелсіз елімізді айта аламыз. Себебі ата-бабаларымыз осындай ешбір елге тәуелсіздік құруда қаншама тер төкті. Келесі тапсырма 3-ші тапсырма. 1-ші бағандағы сөйлемдерді өз сөзімен алмастырып жазып, көтерілген мәселені болжап айт. Мәтін мазмұны. Демек, жас өскінді ұлан байтақ жерімізді білектің күші, найзаның ұшы ақылдың амалымен сақтап, бізге жеткізуге үлес қосқан ата-бабаларымыздың өміршең үлгі-өнегесін сіңіру арқылы тәрбиелеу ең абыройлы міндетіміз болып қала бермек. Өз ойы. Яғни ата-бабамыз байтақ жерімізді білектің күші, найзаның ұшы ақылдың амалымен сақтап қалды. Ал біз жауапкершілікпен жас келешек ұрпақты дұрыс жолға салып тәрбиелеуіміз қажет. Келесі тілдік бағдар. Көнерген сөздер күнделікті қарым-қатынаста сирек қолданылатын, бірақ тілдің сөз қорында сақталған көпшілікке түсінікті сөздер. Олар көнеру дәрежесі бойынша мағынасы түсініксіз сөздер. Байыз таппау, кенжегесі, кейін тарту деген мағынасы түсінікті, бірақ сирек қолданылатын сөздер бәйбіше, қатын, мыстан, алдаспан. Көнерген сөздер көнеру сипаты мен тілдегі қолдану ерекшеліктеріне қарай екіге бөлінеді. Тарихи сөздер, архаизмдер. Тарихи сөздердің көнеруі лауазымдық атаулардың қоғамдық құбылыстардың жойылуымен, сондай-ақ әскери қару-жарақ, өндіретін құрал-жабдықтардың қолданыстан шығып қалуымен байланысты. Мысалы, болыс, сұлтан, барымта деген сияқты. Ал архаизмдер халықтың күнкөріс тіршілігіне, салт санасына, тұрмысына, әдет-ғұрып, дүниетанымына қарай әр дәуірде өзгеріп, басқа сөздермен ауысып, ескіріп, пайдаланудан бір жола шығып қалған сөздер. Мысалы, жаушы, дағара, ергеннен, саптаяқ, түмен деген сияқты. Келесі 4-ші тапсырма. Сөйлемдерді көшіріп жазып, көнерген сөздердің мағынасын түсіндіріңдер. Көбе кебенекті сыртынан киген сауыт, бадана батырлардың киетін сауыттар мен ер-тұрман әбзелдеріне салынған әшекейлі тастар не құйып жасалған металл көшелі, креуке, пішімі қысқа жеңді, жиде түрінде жасалып дөңгелек металл шығыршақтардан өлген торлы сауыт. Көнерген сөздері бұнда аға сұлтан, аламан, сауыт сайман, көбе, бадана, креуке. Аға сұлтанның хандық басқарушылық лауазымы, аламан әскер жортуылшы топ, сауыт сайман әскерде қолданылатын құрал мағынасын білдіреді. Келесі 5-ші тапсырма. Суреттердегі тарихи тұлғалар туралы энциклопедия, газет, журналдардан ақпарат тауып, диалог құрыңдар. Алынған материалдардың авторына сілтеме жасап, өз ойларыңмен жалғастырыңдар. Сәлем, қалайсың? Жақсы, маған тапсырма орындауға көмектесе аласың ба? Иә, әрине. Абылай хан, Әбілқайыр хан, Қасым хан туралы қысқаша мәліметтер айта аласың ба? Абылай хан шын есімі Әбілмансұр 1771-1781 жылдар аралығында билік құрған. Қазақ хандығының 18-ші ханы, Қазақ ордасының тарихындағы ең ұлы хандардың бірі болып келеді. Әбілқайыр хан туралы айтып кететін болсақ, Әбілқайыр хан 1693 жылы туылып, 12 тамыз күні 1740 қайтыс болды. Хан қолбасшы. 1718-48 жылдары билік құрған кіші жүз ханы. 1708-709 жылдарды башқұрттар Әбілқайырды өздеріне хан етіп сайлаған екен. Ал Қасым хан туралы не білесің? Қасым хан 1445 жылы туылып, 1521 жылы қайтыс болды. Қазақтың ұлы хандарының бірі. Жәнібек ханның ортаншы баласы Шайбан, Денел мемлекетінің ханы Мұхаммед Шайбани ханның бөлесі. Рахмет, сен көп мәлімет біледі екенсің. Көріскенше. Келесі 6-шы тапсырма. Хан енді шетелдерден келген елшілерді
қабылдайтын болды. Әр елшіні екі қарынан екі сарай төресі қолтықтап ханға қарай алып жүрді. Елшілер 10 шақты адам қалғанда ол оң тізелерін бүгіп, қол қусырып, бастарын иіп тағзым етті. Қапталда отырған уәзірлер орындарынан тұрып, шетелдік меймандарды қолтықтарынан демеп ханға беттеді. 4-5 аттаған соң тағы да кідіріп тағзым етті. Елшілер уәзірлер отырған сәкіге қарама-қарсы қойылған биік сәкіге барып жайғасты. Яғни бұнда төмендегі сөйлемдерден көнерген сөздерді тауып жаз. Олардың тарихи сөз немесе архаизм екенін анықта. Бұндағы көнерген сөздер хан, елші, екі қарынан, сарай, уәзір, қаптал, сәкі. Тарихи сөздер хан, елші, сарай, уәзір. Ал архаизм сөздер екі қарынан, қаптал, сәкі. 7-ші тапсырма мәтінді оқы, Жүсіп Баласағұн туралы қосымша мәлімет ізде. Жүсіп Баласағұн. Қазақ даласынан шыққан ойшылдардың көрнекті өкілі Жүсіп Баласағұнның құтты білік дастаны қазақтың тарихы, мәдениетімен сабақтасып, өмір шындығын баяндауымен дараланады. Құтты білік дастаны өзінің тарихи мәнін еш уақытта жоймайтын рухани мұра, әділетті басшы басқарған, ізгілік орнаған қоғамда өмір сүру қай кезеңде болмасын адам баласының ізгі арман мұраты болған. Әр халықтың өзге жұртқа ұқсамайтын бітім болмысы өзінің тағдырын айқындайтын басты ерекшелігі болады. Жүсіп Баласағұн өзінің құнды мұрасында адамгершілікті, адалдықты, адамды сүюді жырлайды. Дастандағы негізгі идея ел мүддесін ойлайтын адам басшысының бейнесін көрсету арқылы әділетті қоғам орнату, мемлекетті дұрыс басқару, білімді игеру, ақылды, қанағатшыл және ізгілік, кісілік қасиеті бар тұлға тәрбиелеу. Дастанға тән ерекшелік адамгершілікті насихаттау. Ұрпақтан ұрпаққа мұра болып қалған бұл дастанда қоғам туралы, адам баласының асыл қасиеті, ізгілік туралы айрықша жырланады. Ұлттық тәрбие құндылықтарын жас ұрпақ бойына сіңіруде Жүсіп Баласағұнның құтты білік дастаны үлкен рөл атқарады. Өз заманынан озық туған ұлы тұлғаның құтты білік дастаны тәлім тәрбиелік құндылықтардың қайнар көзі. Бұл дастан адам баласын ізгілікке, имандылыққа үндейді, рухани тазалыққа шақырады. Жүсіп Баласағұн өмірі жайында мәлімет мардымсыз. Ол 1017 жылы Қазорду атымен белгілі Баласағұн қаласында дүниеге келген. Бұл қаланың орналасқан жері жөнінде түрлі пікірлер бар. Кейбір деректерде Баласағұн қаласы Қарахан мемлекеті орталығы болғанын айтады. Қағанаттың әлеуметтік-экономикалық өмірін отырықшыда, көшпенді, аралас шаруашылық құрады. Жүсіп Отырар, Шаш, Тараз, Шу жазығы, Ыстықкөл, Ферғана, Қашқа шаһарларында өркен жайған мәдени ортадан шыққан дейді. Келесі тапсырма, 8-ші тапсырма, құтты білік дастаны тарихи мұра тақырыбына жоба дайында. Жоба мәтінде көнерген сөздерді пайдаланып, олардың мағынасын түсіндір. Үлгі, жобаның мақсаты мен міндеттері, мәселенің өзектілігі, орындалу әдісі мен тәжірибесі нәтижесі. Жобаның мақсаты мен міндеттері құтты білік дастанының тарихи мұрасы адамзаттың даму процесінде жинақталған білім, тәжірибе мен даналықты сақтап, кейінгі ұрпаққа жеткізу, халқымыздың тарихын тереңірек танып, бағалауға мүмкіндік беретін рухани мәдени байлықтың қайнар көзі болып табылады. Бұл жобаның мақсаты дастанның түркі халықтарының тарихи мұрасы үшін маңызын саралап бағалау. Ол үшін дастанның жасалу тарихын, құрамы мен мазмұнының ерекшеліктерін зерттеп, түркі әдебиетінің басқа шығармалармен байланысын анықтауымыз керек. Проблеманың өзектілігі адамдардың тамырынан ажырап бара жатқан қазіргі заманда тарихи мұраның маңызы арта түсуде. Құтты білік дастаны осы білімнің маңызды көзі, сондықтан оның мұрасын зерттеу өзекті бола түседі. Келесі 9-ші тапсырма, қазақ халқынан шыққан бір тарихи тұлғаның өмірбаянын жаз, сөйлем ішінде көнерген сөздердің орынды қолданылуын қадағала. Шоқан 1835 жылдың қараша айында Құсмұрын бекетінде, қазіргі Қостанай облысы Әулиекөл ауданындағы Құсмұрын жерінде атақты аға сұлтан Шыңғыс Уәлиханов отбасында дүниеге келген. Әкесі Шыңғыс Уәлиханұлы сол кезде Аманқарағай дуанының аға сұлтаны болған. Шоқанның өз атасы Уәли орта жүздің болған. Арғы атасы қазақ ордасының ұлы ханы Абылай жеті жұрттың тілін білуге тиісті. Хан тұқымы болғандықтан әкесі ашқан ауыл мектебінде хат таныған. Шоқан сол мектепте орта ғасырлық қыпшақ, шағатай тілін меңгереді, парсша, арабша тіл сындырады. Оған тәрбие беруде сұлтан әулетінен шыққан әжесі Айғанымның ықпалы күшті болады. Келесі 10-ші тапсырма, көнерген сөздерді мағынасына қарай орналастыр, ережеге сүйеніп дәлелде. Хан, патша, дүрие, сауын айту, уәзір, би, аға сұлтан, болыс, торқа, биқасап, садақ, жебе, найза, адырна, бесік құда. Яғни бұларды тарихи сөздер және архаизм сөздер қылып екіге бөлеміз. Тарихи сөздер хан, патша, уәзір, би, аға сұлтан, болыс, садақ, жебе, найза, адырна, сауыт, айбалта. Архаизмдер дүрия, сауын айту, торқа, биқасап, бесік құда, барымта, патсайы, лашық, жаппа, шидем, сәукеле, саптаяқ, кебеже.
Келесі 11-ші тапсырма. Берілген сұрақтарға сәйкес тарих қойнауында тақырыбына мәтін жаз, оған қарапайым жоспар құр. Бірінші. Қазақ тарихындағы тарихи тұлғалар туралы қандай ақпарат білесің? Қазақ халқының ұлы тұлғалар туралы қандай шығармаларды оқыдың? Өз еліңді құрметтеу неден бастау алды? Жоспар. Бірінші. Кіріспе. Қазақстан тарихының қазіргі қоғам үшін маңызы. Екінші. Қазақстанның тарихи тұлғалары, негізгі тұлғалар және олардың қосқан үлесі. Үшінші. Ұлы тұлғалар туралы шығармалар, қазақ халқының тарихы мен мәдениетінің көрінісі. Төртінші. Қазақстанға және оның тарихына құрмет. Бесінші. Қазақстан тарихының өткен, бүгіні және болашағының байланысы. Келесі 12-ші тапсырма. Семантикалық карта стратегиясы бойынша тілдік бағдар айдарындағы ережелердің өзіне тән ерекшелігін, қызметін, маңызын талда. Семантикалық карта тілдік бағдар, көнерген сөздер, архаизмдер, тарихи сөздер. Сұрақтары және жауаптар, мысалдар. Көнерген сөздер сұрағы. Көнерген сөздің неше түрі бар? Жауап. 2 түрі бар. Архаизм және тарихи сөздер. Архаизмдер. Сұрақ. Архаизмдерге мысал келтіре аласың ба? Жауап. Мысалы: торқа, жаппа, сәукеле, барымта, әмеңгер. Тарихи сөздер. Сұрақ. Тарихи сөз деген не? Жауабы: белгілі бір дәуірде қолданылғанмен қазір қолданудан шығып қалған сөз. Келесі 13-ші тапсырма. Сабақтан алған әсеріңді, ойыңды төмендегі кестеге сәйкес жаз. Бірінші. Бұрыннан білемін, мен жүсіп баласағанды бұрыннан білемін, мен ойлағаныма қайшы кереғар, барлығы өз ойымдағыдай болды. Мен үшін жаңа ақпарат, бүгін мен үшін жаңа ақпарат, көнерген сөздер болды. Келісе алмаймын, білгім келеді, сабақты толықтай түсіндім. Балалар, осымен сабағым аяқталды. Комментарийға жазуды, достарыңызға жіберуді, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.